Birinchi esep. Metal beti энергиясы 4 elektron volt kvanttармен жарыктандырылат. Яғни квант энергиясы E 4 elektron volt. Электрондардың шығу жұмысы A шығу 1/125 elektron volt. Ұшып шығатын электрондардың ең үлкен жылдамдығы. Электрондардың жылдамдығын табуымыз керек. V. Электронның массасы белгілі, одан кейін 1 электрон вольт, ол 1/6-10⁻19 дәрежесі жолға тең. Яғни электрондардың жылдамдығын табуымыз керек. Ол үшін біз фотоэффект заңын пайдаланатын боламыз. Яғни фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуін жазып алайық бірінші. E тең A шығу қосылған E кинетикалық. Яғни бұл өрнек бізде фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі болып табылады. Осы жерден біз кинетикалық энергияны табатын болсақ, E азайтылған A шығу. Орнына қояйық. E кинетикалық тең 4 азайтылған 1/125. Сонда 2/875 электрон вольт. Ал енді біз электрон волттан жолға өткізіп алуымыз керек. Сонда 1 электрон вольт ол 1/6-10⁻19 дәрежесі жол болатын болса, біздегі 2/876 электрон вольт ол қанша жол болады? Яғни пропорция. Осы жерден x табатын болсақ, көбейтеміз 1/6-на 2/875 көбейту 1/6-10⁻19 дәрежесі. 4/6-10⁻19 дәрежесі жол. Ал енді кинетикалық энергияның формуласын пайдалана отырып, мен жылдамдықты табамын. Яғни mv квадрат бөлінген 2. Кинетикалық энергияның формуласы. Осы жерден жылдамдық табатын болсақ, 2e кинетикалық бөлінген m болады. Түбірінің астында. 2 жоғары қарай көбейеді, ал мына m бөліміне түседі. Орнына қояйық. 2 көбейту 4/6-10⁻19 дәрежесі бөлінген масса, электронның массасы 9/1-10⁻31 дәрежесі. Ал түбірінің астынан шығарайық. Сонда 10⁻6 дәрежесі метр секунд шығады. Бұл бізде мынау F нұсқасында тұр. Одан кейін мега деп жазуымызға да болады. 10⁻6 дәрежесін D нұсқасы километрмен жазатын болсақ, 1000 километр секунд. Тұрақты қысымда цилиндрдің жылжымалы поршені астындағы идеал газ 150 кельвиннен 600 кельвинге дейін қыздырылады. Яғни бізде тұрақты қысым деп айтылып тұр есептің шартына. Яғни қысым тұрақты, P констант. Қысым өзгермейтін болса, изобаралық процесс. Изобара. Ал бізде бастапқы температура Т1 150 кельвин болған. Қыздырған кезде оның температурасы 600 кельвинге дейін артты. Осы кезде газ көлемі V2 3 көбейту 10⁻³ дәрежесі метр кубқа артса, сонда артатын болса, V1 қосылған 3 көбейту 10⁻³ дәрежесі деп жазам. Бастапқы көлемді табуымыз керек. Газдың бастапқы көлемі V1. Яғни бізде қысым тұрақты. Қысым тұрақты болған кезде Клапейрон теңдеуін жазатын болсақ, V1 бөлінген Т1, V2 бөлінген Т2 болады. V2-нің орнына, мына жердегі V2-нің орнына V1 қосылған 3 10⁻³ дәрежесін апарып қоямыз. Ал Т1-дің орнына 150, Т2-нің орнына 600-ді апарып қойып жазайық. Сонда V1 бөлінген 150 тең болады. V1 қосылған 3 көбейту 10⁻³ дәрежесі бөлінген 600. 600-ді бұлай V1-ге көбейтейік, ал 150-ді бұлай көбейтейік. Сонда 600 V1 тең 150 V1 қосылған 450 көбейту 10⁻³ дәрежесі. Сонда 150-ді бұлай қарай өткізетін болсақ, 600 V1-ден 150 V1 азаяды. 450 V1 тең 450 көбейту 10⁻³ дәрежесі қалады. Сонда 450 мен 450 қысқарады. V1 тең 10⁻³ дәрежесі метр куб. Немесе бұл бізде V1 1 литр деген сөз. Осындай жауаптарды іздейік. 1 литр ол А нұсқасы,
Одан кейін 1000-1 деп жазуымызға да болады. С нұсқасына тұр. Одан кейін 1 литр. Оның -3 дәрежесі. Бізде мынау F нұсқасында тұр екен. Келесі. Екі катушканың индуктивтіліктерінің қатынасы L1 тең 2L2. Яғни мынау L бізде индуктивтілік. Олардың магнит өрісі энергияларының қатынасы W1 тең 2W2. Болу үшін бірінші катушканың ток күші екінші катушкадағы ток күшін салыстыр. Яғни ток күшін салыстырайық. I1-дің I2-ге қатынасын табуымыз керек. Ол үшін магнит өрісінің энергиясын пайдаланамыз. Яғни магнит өрісінің энергиясы Li квадрат бөлінген 2. Мен бірінші катушка үшін жазып аламын, одан кейін екінші катушка үшін магнит өрісінің энергиясын жазып аламын. Сонда W1 тең L1 I1 квадрат бөлінген 2, ал W2 тең L2 I2 квадрат бөлінген 2. Екеуін бір-біріне бөліп жіберейік. Сонда W1-дің W2 қатынасы L1 I1 квадрат бөлінген 2, ал екіншісі көбейтінді түрінде 2 жоғары қарай шығады. L2 I2-ның квадраты. Мына жерде W1-дің орнына мен 2W2-ні әкеп қоям. Ал L1-дің орнына мына жердегі 2L2-ні әкеп қоятын болсақ, онда бізде 2W2 бөлінген W2. Сонда мына 2 қысқарады. 2L2 көбейту I1-дің квадраты бөлінген 2 көбейту мына жерде 2 L2 көбейту I2-ның квадраты. 2 мен 2 қысқарады. L2 мен L2 қысқарады. Сонда бізде қалады 2 тең 2 I1-дің квадраты бөлінген I2-ның квадраты. Мына жерде 2-ні де қысқартып салуымызға болады. Сонда I1 квадрат тең I2 квадрат болып қалады. Яғни бұл жерде бізде ток күші бірдей. I1 тең I2. Сонда бірдей деген ол бізде E нұсқасы. Берілген газ массасының әртүрлі екі изохора сызығы ПТ координатасына берілген. Қысым мен температурасының арасындағы тәуелділіктен дұрыс тұжырым. Яғни бізде графикте қысымның температураға тәуелділік график көрсетілген. Яғни бұл график бойынша біз қарайтын болсақ, изохоралық процеске сәйкес келіп тұр. Яғни көлем мен температура өзгеріп жатыр, ал тек қана көлем тұрақты болып қалып жатыр. Көлем тұрақты. Яғни көлем тұрақты болатын болса, біз Клапейрон теңдеуін былай жазамыз. P1 бөлінген T1 тең P2 бөлінген T2. Яғни біз бұны тағы да былай P бөлінген T констант деп жазуымызға да болады. Яғни бұл бізде D нұсқасына сәйкес келіп тұр. P бөлінген T констант деген. Одан кейін былай графиктен проекциясын түсіретін болсақ, мынау V1-дің проекциясы мынау бізде T1 болады, ал мынау бізде P1 болады, дұрыс па? Ал V2-нікі былай түсіретсек T2 мынау P2 болады. Сонда қарайтын болсақ, P1 үлкен P2-ден, ал T2 үлкен T1-ден. Осындай жауаптарды іздеп табуыма болады. Егер қысым тұрақты болатын болса, онда T2 үлкен T1. Так, мынау G нұсқасы, одан кейін P1 үлкен P2. Егер температура өзгермейтін болса, P2 кіші P1-ге қарағанда. Яғни бізде мынау E нұсқасына сәйкес келеді. Массасы 1000 тонна мұнайды тасу үшін сыйымдылығы 25 метр куб цистернаның қажет саны. Яғни бізде масса белгілі 1000 тонна килограмм өткізіп алайық. Сонда 1000 оның 3 дәрежесі немесе оның 6 дәрежесі килограмм деп жазуыма болады. В тең 25 метр куб. Яғни цистернаның көлемі В цистерна деп қояйық. Одан кейін мұнайдың тығыздығы белгілі 800 килограмм бөлінген метр куб. Яғни бізде мына жерде мұнай бар деп елестетейік. Оның массасы, оның 6 дәрежесі килограмм. Осы мұнайды біз
көлемі 25 метр куб болатын цистернаға құюымыз керек. Сонда мына жерде цистерналар бар деп елестетейік. Осы мұнайды бұлай цистернаға құюымыз керек. Сонда осындай цистернадан қанша керек? Осы барлығы сыю үшін. Яғни бұл жерде мен массаның формуласын пайдаланып отырып, бірінші кезекте мен мынау цистернадағы мұнайдың көлемін тауып аламын. Яғни мына жерге мен ро мұнай, в мұнай деп жазатын болсам, осы өрнекте мен жалпы мұнайдың көлемін тауып алайын. Сонда М бөлінген ро мұнай болады. Орнына қойып есептейтін болсақ, оның 6 дәрежесі бөлінген мұнайдың тығыздығы 800, 1250 метр куб. Яғни бізде жалпы мұнайдың көлемі 1250 метр куб болды. Яғни бізде бұлай жазып алайық енді. Бір цистернаның көлемі 25 метр куб болатын болса, яғни бір цистернаға сонша көлемдегі мұнай сияды. Ал бізде 1250 метр куб цистернаға қанша цистерна қажет? 1250 метр куб мұнай сыю үшін қанша цистерна қажет? Осы жерде мен енді табамын. Сонда 1250-ді бөлеміз 25-ке. Сонда 50 шығады. Сонда 50 цистерна қажет екен. 1250 метр куб мұнайды сыйдыру үшін. Бұл бізде мынау Е нұсқасы. Келесі. Нәрседен линзаға дейінгі қашықтық 4 метр. Яғни Д 4 метр. Линзадан кескінге дейінгі қашықтық 1 метр. F 1 метр. Болса, линзаның фокус аралығы мен оптикалық күші. Линзаның фокус аралығы F, оптикалық күші D. Линзаның фокусының формуласы, яғни D көбейту F, D қосылған F формуласымен анықтауымызға да болады. Осы өрнекте біз жұқа линза формуласынан келтіріп шығаруға да болады. Осы форманың орнына қойып біз F-ті табайық. Яғни 4 көбейту 1, 5 болады. Сонда 4 бөлінген 5, 0,8 метр. Ал енді линзаның оптикалық күші ол 1 бөлінген F формуласымен анықталады. Сонда 1 бөлінген фокусты тауып алдық. 0,8. 1-ді 0,8-ге бөлетін болсақ, 1-де 25 диоптрия. Осын табайық енді. Бізде мына H нұсқасында тұр. Одан кейін 0,8 метр. Бұл бізде мына А нұсқасы. Сантиметрмен жазатын болсақ 80 сантиметр. Келесі, тұрақты ток көзіне қосылған индуктивті катушканы магнит өтімділігі 2 есе үлкен ортаға орналастырса, катушканың магнит өрісінің энергиясы. Магнит өрісінің энергиясы Li квадрат бөлінген 2. Осы формуламен анықталады. Ал енді бізде индуктивтіліктің формуласын жазатын болсақ, L тең мю нолевой n квадрат көбейту v. Осы мына жерге апарып қоятын болсам, бізде магнит өрісінің энергиясы мю нолевой n квадрат v I квадрат бөлінген 2 болып қалады. Сонда қарайтын болсақ, мынау энергия магнит өтімділігіне тура пропорционал. Яғни энергия пропорционал мюге. Магнит өтімділігіне тура пропорционал. Егер магнит өтімділік артатын болса, бізде магнит өрісінің энергиясы да артады. Магнит өтімділік 2 есе артып жатыр. Сонда 2 есе артатын болса, энергия да 2 есе артады. Бұл бізде мына H нұсқасында сәйкес келеді. Кернеулігі 3 көбейту 10-5 дәрежесі ньютон бөлінген кулон. Кернеулік Е 3 көбейту 10-5 дәрежесі ньютон бөлінген кулон. Электр өрісіне тепе-теңдік күйде болатын массасы, масса 3 көбейту 10-9 дәрежесі грамм. Граммды килограммға өткізетін болсақ, 10-12 дәрежесі килограмм болады. Теріс зарядталған мырыш тозаңының заряды және артық электрондар саны. Заряд табу керек Q, одан кейін артық электрондар саны N. Суретін салайық. Онда электр өрісінің 2 полюсі бар, теріс және оң полюсі. Сонда электр өрісінің күш сызықтары бұлай оң полюстен теріс полюске қарай бұлай бағытталған. Е кернеулік вектор. Сонда мына жерде бізде мырыш тозаңы орналасқан дейтін болсақ, ол тепе-теңдікте, яғни осы тозаңға әсер ететін күшті
салайық. Төмен қарай ауырлық күш әсер етеді, mg, ал жоғары қарай электр өрісінің әсерінен F күш әсер етеді. Сонда F тең mg болады. Өйткені бізде мынау мырыш тозаңы тепе-теңдік қалыпта тұр. Сонда электр өрісінің кернеулігі формуласын жазатын болсақ, кернеуліктің формуласы F бөлінген Q. Сонда F-тің орнына мен ауырлық күшін апарып қоймада болады. mg бөлінген Q болады. Осы жерден біз заряд анықтайық. Сонда E mg бөлінген Q, осы жерден Q табайық. mg бөлінген E. 3 көбейту 10-ның минус 12 дәрежесі, көбейту 10 бөлінген 3 көбейту 10-ның 5 дәрежесі. Мына екеуі қысқарады. 10-ның 16 дәрежесі минус кулон. Ал енді артық электрондар санын табайық. Сонда Q тең NE. Осы жерден N-ді табатын болсақ, Q бөлінген E. 10-ның минус 16 дәрежесі бөлінген 1,6, 10-ның минус 19 дәрежесі. Сонда 10-ның екеуі қысқарған кезде 3 дәрежесі қалады. 1-ді 1,6-ға бөлетін болсақ, бізде 0,625 шығады. Сонда көбейтсек, егер 10-ның 3-ші дәрежесіне, яғни 1000-ға, бізде 625 шығады. Яғни бізде бұл H нұсқасына сәйкес келіп тұр. Одан кейін F нұсқасы. Келесі, температурасы 127 градус, қысымы 2 килопаскаль, температура T тең 127 градус. Қысым P. 2 кило, оның 3 дәрежесі паскаль. Болатын судың қаныққан буының тығыздығы. Ро мен универсал газ тұрақтысымен бізде судың молдық массасы белгілі, тығыздықты табу керек, ро. Ол үшін Менделеев Клапейрон теңдеуін пайдаланамыз, яғни PV нью RT. Нью деген ол бізде зат мөлшері, сонда зат мөлшерінің формасы M бөлінген M RT. Ал енді массаның орнына біз ро көбейтілген V-ны қояйық мына жерге. Сонда қоятын болсақ, Менделеев Клапейрон теңдеуі бұлай жазылады. Ро көбейтілген V бөлінген M RT. Сонда мына көлемдер қысқарады. Сонда P тең ро бөлінген M RT қалады. Осы жерде мен мына тығыздықты табайын. Ро тең PM бөлінген RT болады. Яғни мынау M жоғары қарай көбейеді, мына RT астына түседі. Орнына қояйық, қысым 2 10-ның 3 дәрежесі, 18 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі бөлінген 8-де 31. Ал мына жерде температура менде кельвинде берілген, сондықтан да мен градустан кельвинге өтуім керек. Яғни кельвинге өту үшін температураға қосам 273-ті. Сонда 127-ге қоссақ 400 кельвин болады. Мына жерге 400-ді қоям. Есептейік. Мына жерде 3 пен 3 қысқарады. 0,01 килограмм метр куб шығады. Бұл бізде мынау С нұсқасына сәйкес келіп тұр. Одан кейін граммен жазатын болсақ, 10 грамм болады. Бұл H нұсқасына сәйкес келеді. Келесі. Иіндері 20 см және 30 см иіндікке екі күш әсер етеді. Кіші иіннің әсер ететін күштің шамасы 6 ньютон. Иіндік тепе-теңдікте болу үшін екінші иінге әрекет ететін күштің шамасы. Суретке қарайтын болсақ, бізде мынау иіндіктің кіші иіні болады. Ал мынау L2 үлкен иін болып тұр. Суретке қарайтын болсақ, мынау L2 үлкен. Сонда L1 бізде 20 см-ге тең болады, ал L2 30 см. Жаз болайық. L1 20 см, L2 30 см. Сонда кіші иініне әсер ететін күш, яғни бізде мынау кіші иін L1, оған әсер ететін күш F1. Сонда F1 6 ньютон. Иіндік тепе-теңдікте болу үшін екінші иінге әсер ететін күш табу керек, F2. Ол үшін біз моменттер ережесін пайдаланамыз, яғни күш моменті M1 тең M2 болу керек, яғни екеуі тең болу керек. Күш моментінің формуласы F көбейту L, яғни әсер ететін күшпен оның иіннің көбейтіндісі күш моменті деп аталады. Ал енді M1 мен M2-ні орнына жазайық.
Сонда m1 f1 көбейту l1 болады. Ал m2 тең f2 көбейту l2. Осы екі теңдеуді теңестіріп жазайық. f1 көбейту l1 тең f2 көбейту l2. Осы жерде мен f2-ні табам. f2 тең f1 6 көбейту 20 бөлінген 30. 120 бөлінген 30 4 ньютон шығады. Яғни бізде мынау үлкен иннен әсер ететін күш 4 ньютон болды. Егер мына формуланы келтіріп шығарып жазатын болсақ, f2 тең f1 l1 бөлінген l2 болады. Яғни бізде мынау көбейіп тұрған физикалық шама бөлімінен түседі. Мына жерге бөлімінен түседі. Мына жерде болмайды. Осылай. Яғни 4 ньютон деген ол бізде мына Б нұсқасына сәйкес келіп тұр. Температурасы 20 градус, көлемі 3 литр суды 40 минутта қайнататын қуаты 600 ватт қондырғының пәкі. Температура 20 градус, көлем 3 литр суды 40 минутта қайнатты. Яғни тау деп жазайық. 40 минут ол бізде 2400 секунд. Қондырғының қуаты N 600 ваттқа тең. Біз пәкті табуымыз керек. Пәктің формуласы А пайдалы бөлінген А толық көбейту 100%. Пайдалы жұмыс ол бізде судың қайнағаны. Сондықтан Q ол см Т2 азайтылған Т1-ге тең. Яғни пайдалы жұмыстың орнына осы өрнекті апарып қоямыз. Ал тола жұмыс ол N көбейту тау. Мына жерге апарып қоямын. Сонда eta тең sm Т2 азайтылған Т1 бөлінген N көбейту тау. Орнына қояйық. 4200 масса 3 литр деп айтылған, яғни судың тығыздығы 1000, көбейтсек бізде 3 килограмм болады. Есептің шартында су қайнады, сондықтан да Т2 бізде 100 градус. Сонда 100-ден азайтамыз біз 20-ны. Бөлінген 600 көбейту 2400. Мына жер 80 болады. Есептейсек бізде 0,7 көбейту 100%. Сонда 70% шығады. Бұл бізде А нұсқасына сәйкес келіп тұр. Толқын ұзындығы 500 нанометр жарық сәулесінің жазып алайық. Лямбда 1 тең 500 нанометр. Нано ол 10-9 дәрежесі метр. Екінші реттік максимумы, яғни К1 тең 2-ге. Яғни К бізде максимумдардың саны, яғни ол бізде 2 тең. Бұрыш белгілі. Дифракциялық торда бірінші реттік максимумы, яғни К2 тең 1 болатын. Бұрышы 12 градус бұрышпен көрінетін жарықтың толқын ұзындығын табуымыз керек. Толқын ұзындығы лямбда 2. Ол үшін дифракциялық тордың периодының формасын пайдаланамыз, яғни d синус фи К лямбда. Осы өрнекті мен толқын ұзындығы 500 нанометр үшін жазып аламын. Одан кейін біз 12 бұрышпен көрінетін жарықтың толқын ұзындығы үшін жазып аламыз. Сонда d1 тең d1 синус фи тең К1 лямбда 1. Мына жерге де 1 деп жазайық. d2 синус фи 2 тең К2 лямбда 2. Бізде дифракциялық тор бірдей, яғни олардың периодтары бірдей болғандықтан мынау d-лар тең. Осы жерде мен d-ны тауып алып, екеуін теңестіруіме де болады. Осылай табайық. Яғни d1 табатын болсақ, К1 лямбда 1 бөлінген синус фи 1 болады. Ал d2-ні табатын болсақ, К2 лямбда 2 бөлінген синус фи 2. Осы екеуін теңестірейік. Сонда К1 лямбда 1 бөлінген синус фи 1 тең болады. К2 лямбда 2 бөлінген синус фи 2. Орнына қояйық және осы жерден лямбда 2-ні табайық. Мына жерге жазайық. Лямбда 2 тең К1 лямбда 1 көбейту синус фи 2. Синус фи 2 жоғары қарай көбейеді. Мына жаққа.
К2 астына түседі. Синус фи 1 көбейту К2. К1 бізде 2 тең. 2 көбейту 510-ның минус 9 дәрежесі. Синус фи 2 0,21. Ал синус фи 1 0,31 көбейту К2 1-ге тең. Есептесек 678 шығады, жуықтап алғанда 680 нанометр. Бұл бізде Б нұсқасы. Катушкадағы ток күші 3 есе артқанда магнит өрістің энергиясы дельта W-ге өзгереді. Энергияның бастапқы мәні. Ток күші 3 есе артты, яғни I2 3 I1. Сонда энергия дельта W-ге өзгерді. Біз энергияның бастапқы мәнін табуымыз керек, яғни W1-ді. Яғни энергияның өзгерісі дельта W ол W2 азайтылған W1-ге тең. W2 дегеніміз ол L I2-ның квадраты бөлінген 2, ал W1 деген ол L I1-дің квадраты бөлінген 2. Осы мынау бірінші формулаға әкеліп қоямыз осы екеуін. Сонда дельта W L бөлінген 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберуімізге болады. Сонда W2-ның W2 емес I2 квадрат минус I1-дің квадраты. Сонда дельта W мынау I2-ның орнына біз 3 I1-ді әкеп қоямыз. Сол кезде L бөлінген 2, 3-дің квадраты 9, 9 I1 квадрат, азайту I1-дің квадраты. Азайтсақ 8 I1-дің квадраты болады. Дельта W тең L бөлінген 2 көбейту 8 I1-дің квадраты. 8 бен 2 қысқарып, бізде 4L I1-дің квадраты қалады. Ал енді осы жерден біз I1-ді тауып алайық. Сонда I1 тең болады дельта W бөлінген 4L. Осы I1-ді мен формуладағы магнит өрісінің энергиясындағы формуладағы I1-дің орнына осы өрнекті әкеп қоямын. Сол кезде мен энергияның бастапқы мәнін табуыма болады. Сонда W1 тең болады L көбейту дельта W бөлінген 8L. Сонда мына L мен L қысқарады. W1 тең дельта W бөлінген 8 болады. Яғни осы бізде мына Д нұсқасына тұр. Суреттегі процесте тұрақты массадағы идеал газ күйінің өзгеру процесі берілген. Бірінші нүктедегі газ температурасы тоннелевой болса, екінші нүктедегі газдың температурасы. Яғни бізде графикте қысымның көлемге тәуелділік график көрсетілген. Яғни бізде бастапқы бірінші нүктедегі газдың температурасы тоннелевой. Жазып қояйық, тоннелевой. Осы бірінші нүктеден екінші нүктеге өткен кезде біз оның температурасын табуымыз керек. Яғни Т1. Яғни қарайтын болсақ суретте бірінші күйден екінші күйге өткен кезде бізде көлем тұрақты. Яғни В констант. Көлем тұрақты болатын болса, онда Клапейрон теңдеуі P1 бөлінген T1, P2 бөлінген T2. Біздің есепте P налевой деп жазылған, сонда біз P налевой бөлінген T налевой, P1 бөлінген T1 деп жазуымызға болады. Осы жерден T1 табайық. Сонда T1 P1 көбейту T налевой бөлінген P налевой. Ал P1-ге қарайтын болсақ, P1 бізде мынау. Бірінші нүктеден екінші нүктеге өткен кездегі қысым P1 3P налевой, яғни қысым 3 есе артты. Сонда 3P налевой көбейту T налевой бөлінген P налевой. Сонда P налевой қысқарады, 3T налевой болады. Сонда температура 3 есе артты. Бірінші нүктеден екінші нүктеге өткен кезде температура 3 есе артты. Немесе бұлай табуымызға да болады. Қысым температураға тура пропорционал.
егер қысым артатын болса температура да артады. Яғни бізде мына бірінші нүктеде қысым p нолевой, екінші нүктеге өткен кезде 3 p нолевой болды. Яғни қысым 3 есе артты. Яғни бізде қысым 3 есе артатын болса температура да 3 есе артады. Яғни бізде мына с нұсқасы. Суреттегі кедергілері R1 2 Ом, R2 2 Ом және R3 4 Ом электр тізбегін тұрақты 10 вольт кернеуге жалғаса, кедергісі R4 Ом резистор ұштарындағы кернеу. Бізде мына R1 кедергі 2 Ом, R2 кедергі де 2 Ом. Олар бір-бірімен параллель жалғанып тұр. Ал R3 кедергі 4 Ом. Олар 10 вольт кернеуге жалғанған. Белген жазайық. R1 2 Ом, R2 2 Ом. R3 4 Ом. 4 Ом резистор ұштарындағы кернеуді табуымыз керек. Яғни, мына жердегі кернеуді табайық. 4 Ом кедергідегі кернеу. U2 деп қояқ. U2. Ал енді, тізбекке қарайтын болсақ, бізде R1 мен R2 параллель жалғанып тұр. Параллель жалған кезде жалпы кедергіні тауып аламыз. Сонда R1 2 тең. Егер кедергілер бірдей болатын болса, онда өткізгіштердің санына бөлеміз. Сонда R1 мен R2 2 Ом, сонда 2-ні бөлеміз 2-ге. Сонда 1 Ом болады. Ал енді, кедергіні тауып алдық. Бізде мынау 2 кедергі 1 Ом кедергіге ауысты. Ал ол R3 кедергімен тізбекте жалғанып тұр. Сонда жалпы кедергі R1 2 қосылған R3 болады. Сонда 1 қосылған 4 5 Ом. Яғни жалпы кедергіні тауып алдық. Енді осы тізбектегі жалпы ток күшін тауып алайық. U бөлінген R. Жалпы деп қояйық. Сонда бізде жалпы кернеу U 10 вольт. Жалпы кедергіні тауып алдық. 5. Сонда 10 бөлінген 5 2 ампер. Бізде осы тізбектегі ағып атқан ток бұлай 2 амперге тең. Сонда 2 ампер бұлай келеді. Келгеннен кейін мына жерде кедергілер бірдей ғой. Сонда екеуі бұлай 1 ампер 1 амперден бөлінеді, дұрыс па? Сонда мына өткізгіштен 1 ампер ток өтеді. Ал мына астындағы R2 кедергіден олдан да 1 ампер ток өтеді. Сонда осы екі өткізгіш параллель жалғанған болғандықтан оларда кернеу тұрақты, U1 тең U2. Кернеу тұрақты болатын болса, мен кернеу тауып алайын. Сонда кернеу I1 көбейту R1 дейік. Кернеу тауып алайық. Сонда ток күші 1 ампер. Түсінікті ғой, мына жерден 2 ампер ток келді, мына жерге келген кезде 2-ге бөлінді. Сонда 1-ді көбейтем 2-ге. Сонда 2 вольт шығады. Ал мынау параллель жалғанғандықтан екеуінде де бірдей ғой. Сонда I2 R2 дейтін болсақ, оларда бірдей 2 вольт шығады. Параллель жалған кезде кернеу өзгермейді. U1 тең U2. Біз енді кернеу тауып алдық. Ал мен мынау R3 кедергідегі кернеу тауым керек. Сонда U жалпы кернеу бізде 10 вольт. Сонда U тең U1 қосылған U2. Мен мынау U2-ні табуым керек. Яғни бізде мынау R3 кедергідегі кернеуді. Сонда U2-ні табатын болсақ, U жалпы азайтылған U1 болады. U жалпы біздер 10 вольт. Азайтылған U1-ді тауып алдық 2 вольт. Сонда 8 вольт шығады. 8 вольт ол бізден с нұсқасы. Бір-бірінен 0,2 метр қашықтықтағы горизонтал екі рельстің үстінде рельске және магнит индукция векторына перпендикуляр металл шыбық жатыр. Шыбық пен рельс арасында үйкеліс коэффициенті 0,2. Шыбықты қозғалысқа келтіреді. Магнит өрісінің индукциясы 0,1 Тесла. Шыбық бойымен жүретін ток күші 50 ампер болса, шыбықтың массасы. Яғни бұл жерде біз ампер күші мен үйкеліс күшін теңестіретін боламыз. Яғни F үйкеліс mu mg және ампер күші BIL синус альфа. Біздің есепте перпендикуляр деп айтылғандықтан мынау синус 90 градуста 1-ге тең. Сондықтан да оны тастап кетуімізге де болады. Яғни mu mg тең болады BIL. Осы жерде мен массаны табам. M тең BIL бөлінген mu g.
Орнына қояйық, b бізде 0,1, ток күші 50, өткізгіштің ұзындығы 0,2 бөлінген үйкеліс коэффициенті ол да 0,2, g 10. 0,2 мен 0,2 қысқарады. Мынау 2 қысқарады, сонда 0,5 килограмм шығады. Яғни бұл бізде С нұсқасы. Массасы 0,56 килограмм азотты 100 кельвинге изобаралық түрде қыздырғанда ішкі энергияның өзгерісі. Ішкі энергияның өзгерісі дельта U. Қарайтын болсақ, мына жерде N2 деп жазылған. Яғни бұл жерде 2 атомды болатын болса, 5 бөлінген 2 нью RT деп жазам. Немесе 5 бөлінген 2 M бөлінген M RT болады. Мына жерге дельта Т деп жазуымызға да болады, өйткені температура өзгеріп жатыр. Орнына қойып есептейік. Дельта U тең 5 бөлінген 2, масса 0,56 бөлінген 28 көбейту оның минус 3 дәрежесі, 8-де 31 көбейту 100. Есептесек, жуықта болғанда 42 шығады, 42 киложоуль. Бұл бізде д нұсқасы. Қозғалыс теңдеуі S тең 4T квадрат қосылған 6 материалдық нүктенің қозғалыс үдеуі. Бізде қозғалыс теңдеуі берілген S тең 4T квадрат қосылған 6. Біз үдеуді табуымыз керек. Үдеу А. Ол үшін не істейміз? Егер де қозғалыс теңдеуінен бір рет туындалатын болсақ, онда жылдамдық кеп шығады. Ал егер жылдамдықтан тағы бір рет туындалатын болсақ, онда үдеу кеп шығады. Сонда біз мынау орын ауыстыру теңдеуінен 2 рет туындалатын болсақ, бізде үдеу кеп шығады. Осылай тауып алуымызға болады. Яғни S-тің туындысы 2 рет ол А-ға тең. Немесе бұлай жазуым болады. S-тен 1 рет туындалатын болсам, жылдамдық кеп шығады. Яғни жылдамдық тауып алайық бірінші. Сонда 4T квадрат қосылған 6-дан туындаламыз. Яғни мынау 2 алдына түседі, 8T тұрақты санның туындысы 0-ге тең. Сонда жылдамдық V тең 8T. Ал енді үдеу ол жылдамдықтан алынған бірінші реттік туынды. Сонда 8T-дан 1 рет туындалам. Сонда мынау T-ның туындысы 1-ге тең. Сонда 8 болады. 8 метр бөлінген секунд квадрат. Яғни А нұсқасы сәйкес кеп тұр. Осылай туындап табуымызға болады. Немесе бұлай S тең X нолевой қосылған V нолевой T қосылған AT квадрат бөлінген 2 деп табуымызға да болады. Бізде X нолевой 6-ға тең. Бастапқы жылдамдық жоқ. Сонда S тең 6 қосылған бізде 4T квадраттың өзі тұр. Сонда бөліміндегі 2 жоқ. Сонда бізде 2 бөліп жазған. Сонда 8T квадрат бөлінген 2 деген сөз. Сонда 8-ді 2 бөлетін болсақ 4 шығады. Сонда мынау бізде А-ның орнында тұр, дұрыс па? Яғни осылай табуымызға болады, немесе туынды алып табуымызға болады. Массасы М билеуші горизонтал бағытта S қашықтыққа орын ауыстырылған кезде ауырлық күшінің жұмысы. Массасы М болатын билеуші бұлай горизонтал бағытта S арақашықтыққа F күштің әсерінен S арақашықтыққа жылжиды дейік. Сонда мына жерге келді. Сонда S арақашықтыққа орын ауыстырды бұлай. Біз ауырлық күшінің жұмысын табуымыз керек. Ауырлық күші әрқашанда төмен қарай бағытталған, F ауырлық. Ал атқарылған жұмыстың формуласын жазатын болсақ, механикада жұмыстың формуласы F көбейту S косинус альфа. Яғни F деген ол бізде әсер ететін күш, S орын ауыстыру. Ал косинус альфа деген ол әсер ететін күшпен орын ауыстыру арасындағы бұрыш. Яғни бізде ауырлық күші төмен қарай бағытталған, ал орын ауыстыру ауырлық күшімен перпендикуляр. Яғни мұны арасындағы бұрыш 90 градусқа тең. Яғни косинус 90 градустағы мәні ол 0-ге тең. Яғни ауырлық күшімен орын ауыстырудың S-тің арасындағы бұрыш 90 градус болғандықтан бізде косинус 90 градусты 0-ге тең. Сондықтан да ауырлық күшінің атқарған жұмысы 0-ге тең болады. Ал егерде мысалы үйкеліс күшімен
салыстырайық. Үйкеліскіші қозғалысқа қарама-қарсы бағытталған, дұрыс па? Сонда орын ауыстыру мен үйкеліскішінің арасындағы бұрыш 180 градусқа тең, мына 180. Егер 180 градус болатын болса, косинус 180 градустағы мәні ол -1. Сонда косинустың мәні -1 болғандықтан, ол кезде атқарылған жұмыс 0-ден кіші болады. Ал егерде орын ауыстыру мен әсер ететін күш бағыттас болатын болса, мына әсер ететін күшпен F орын ауыстыру бағыттас болатын болса, онда косинус 0 градус, арасындағы бұрыш әсер ететін күшпен орын ауыстыру арасындағы бұрыш 0 градус болғандықтан, косинус 0 градустағы мән 1-ге тең. Яғни ол кезде атқарылған жұмыс 0-ден үлкен болады. Егер қарама-қарсы бағытталған болатын болса, яғни 180 градус болатын болса, ауырлық күшінің атқарылған жұмыс 0-ден кіші. Ал егерде 0 градус болатын болса, яғни әсер ететін күш орын ауыстырумен бағыттас болатын болса, онда атқарылған жұмыс 0-ден үлкен болады. Ал егер перпендикуляр болатын болса, біздің есептегі сияқты перпендикуляр болатын болса, онда косинус 90 градуста 0-ге тең болғандықтан, атқарылған жұмыс 0-ге тең болады. Түзу сызықты қозғалған дене координатасының уақытқа тәуелділік графигінен 3 секунд пен 4 секунд уақыт аралығындағы дене жылдамдығының X осіндегі проекциясы. Графикке қарайтын болсақ, бізде координатаның уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. X бізде мына координата, T уақыт. Сонда 3 секунд пен 4 секунд уақыт аралығындағы дененің жылдамдығының X осіне проекциясын табуымыз керек. Яғни, бұл бізде қарайтын болсақ, бастапқы координата бізде мынау 120-ға сәйкес келіп тұр. Яғни 3 секундтағы координатасы ол 120. Яғни бастапқы координата X нолевой 120 метр. Ал соңғы координата 60 метр. X 60 метрге сәйкес келіп тұр. Яғни бұл жерде орын ауыстыру S тең V көбейтілген T формуласымен анықталады. Енді орын ауыстыруды біз координатамен жазатын болсақ, X азайтылған X нолевой деп жазуымызға болады. Осы екі теңдеуі теңестірейік, яғни V көбейту T тең X минус X нолевой. Немесе орын өзгертіп жазуымызға да болады. X азайтылған X нолевой тең VT. Сонда X бізде 4 секундтағы координатасы 60 метр. Сонда X-тің орнына 60 азайту X нолевой. Бастапқы координата 120. 120 тең V көбейтілген. Бізде 3 секунд пен 4 секунд уақыт аралығы қанша? 1 секунд, дұрыс па? Сонда T 1-ге тең. 1. 60 азайтылған 120 минус 60 тең V болады. Яғни бізде жылдамдық минус 60 метр бөлінген секунд. Ол бізде мынау А нұсқасына сәйкес келеді. Толқын ұзындығы 440 нанометр болатын фотонның импульсы. Толқын ұзындығы лямбдамен белгілейміз. Лямбда 440, оның минус 9 дәрежесі метр. Фотон импульсын табуымыз керек. Фотон импульсы P. Фотон импульсының формуласы P тең H бөлінген лямбда. Осы формулаға қояйық. Яғни P тең H 6,6 көбейту оның минус 34 дәрежесі бөлінген 440 оның минус 9 дәрежесі. Оның минус 25 дәрежесі. Біз оны 27 деп жазатын болсақ, 1,5 көбейту оның минус 27 дәрежесі килограмм метр секунд болады. Яғни мынау жауабына қарайтын болсақ, бізде 1,5 деген тек қана мынау Е нұсқасында ғана тұр. Температура артқан сайын электр өткізгіштігі артатын заттар, олар жартылай өткізгіштер болып табылады. Егер температура артатын болса, онда жартылай өткізгіштерде кедергі азаяды. Азаяды. Ал металдарда температура артатын болса, кедергі артады. Яғни бізде температура артқаннан кейін электр өткізгіште артатын заттар, олар жартылай өткізгіштер.
Металлдардағы электр тогын тасымалдайтын бөлшектер. Металлдарда электр тогын еркін электрондар тасиды. Яғни бізде мынау электрондар деген Б нұсқасы. Суретін салайық. Мысалға, мынау бізде металл өткізгіш болсын. Көлеңен қимасының ауданы S, ұзындығы L болатын болсын. Осы өткізгіш бойымен ток жүріп жатыр, яғни I. Сонда электр тогы дегеніміз ол зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы, яғни электрондардың. Бізде мына жерде электрондар реттелген қозғалысқа түседі. Яғни электрондардың реттелген қозғалысы ол электр тогын туындатады. Яғни металлдарда электр тогын тасымалдайтын бөлшектер, олар еркін электрондар. Қаныққан будың температурасы өзгертпей, көлемі 2 есе арттырса, қаныққан бу концентрациясы. Яғни МКТ-ның негізгі теңдеуі бойынша P тең NKT. Осы жерден біз концентрацияны табатын болсақ, N P бөлінген KT болады. Яғни N пропорционал P-ға. Бізде мынау қаныққан будың температурасы өзгертпей, көлемі 2 есе арттырса деп жатыр. Бұл формулада көлем қатыспаған, сондықтан да көлемге байланысты емес, яғни бұл жерде өзгермейді деген мынау Д нұсқасы болады. Идеал газдың абсолюттік температурасы 2 есе артса, молекулалардың қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы. Температура Т2 тең 2Т1. 2 есе артты. Сонда молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығын табуымыз керек. Яғни орташа квадраттық жылдамдықтың формуласы 3 RT бөлінген M түбір астында, немесе V тең 3KT бөлінген M нолевой. Ол да түбірдің астында. Сонда жылдамдық түбір астындағы Т-ға тура пропорционал. Егер температура 2 есе артатын болса, онда жылдамдық түбір астында 2 есе артады. Сонда С нұсқасы. Денелердің инерттілігінің өлшемі болып табылатын физикалық шама ол масса, яғни масса дегеніміз дененің инерттілігінің өлшемі. Массасы үлкен болатын дененің инерттілігі жоғары болады, ал массасы кіші болатын дененің инерттігі аз болады. Массасы 70 кг адамның аяқ киімінің табандарының ауданы 60 см квадрат. Адамның жер бетіне түсіретін қысымы. Берілген жазайық. Масса 70 кг. Аяқ киімінің табандарының ауданы. Яғни S 60 см квадрат. Метр квадрат өткізетін болсақ, оның -4 дәрежесі метр квадрат болады. G белгілі, қысымды табуымыз керек. Қысым P. Қысымның формуласы P тең F бөлінген S. Яғни бірлік ауданға әсер ететін күш қысым деп аталады. Яғни бұл жерде F-тің орнына мен ауырлық күшін қоям, mg. Сол кезде P тең mg бөлінген S болады. Масса 70 кг көбейту 10 бөлінген 60 көбейту 10-ның -4 дәрежесі. Мына жерде есептің шартында табандарының ауданы деп айтылған. Егер табанның ауданы дейтін болса, біз 2S деп жазамыз. Өйткені адамда 2 аяқ бар. 2 аяғының аудан болғандықтан 2-ге көбейтіп жазамын. Егер табанның дейтін болса, ал табандарының дейтін болса, сол S-тің өзі жазылады. Бөлсек, бізде 11,6 10-ның 4 дәрежесі шығады. Яғни паскаль өлшем бірлігі, қысымның өлшем бірлігі паскаль. Дыбыс толқыны ауадан суға өтті. Толқынның таралу жылдамдығы. Бұл сұрақта өткен тесттерде шығарған болатымыз, яғни суретін салайық. Бізде ауа, су. Судың тығыздығы ауаның тығыздығына қарағанда үлкен болғандықтан, егер дыбыс толқындары ауадан суға өтетін болса, онда судың тығыздығы үлкен болғандықтан таралу жылдамдығы да артады. Яғни бізде мынау А нұсқасы артады деген болады. Бір молдың мөлшерінде алынған заттың массасы. Заттың мөлшерінің формуласын жазайық. Нью тең М бөлінген М. Осы жерден М-ді табайық. М тең М бөлінген нью. Сонда
мынау ню бізде зат мөлшері. Яғни 1 мольдің мөлшерінде алынған заттың массасы М. Яғни мынау бізде 1 моль. 1 мольдің мөлшерінде алынған заттың массасы заттың мольдік массасы болып есептелінеді. Яғни бізде мынау М заттың мольдік массасы. С.